Шелек ауылдық емханасында еңбек етіп жүрген медицина қызметкерлерінен бірнеше шағым келіп түсті. Олардың айтуынша 2014 жылдан бері рентген кабинеті қызметкерлеріне тиесілі 5%-лық үстемақы төленбей келеді. Бұл еңбек заңнамасымен бекітілген норма, ал оны орындамау қызметкердің еңбек өтілі мен зейнетке шығу құқығын шектейді. Сонымен қатар соңғы 3 ай бойы қызметкерлердің жалақысынан ұсталған 10%-лық ЕМПФ жарналары зейнетақы қорына аударылмаған. Бұл азаматтардың болашақ зейнетақы жинағына тікелей нұқсан келтіретін заң бұзушылық. Бұған қоса, қазан айының еңбек ақысы осы күнге дейін төленбеген. Бухгалтерия қызметкерлері 15-нен кейін болады деп жауап бергенімен нақты мерзім белгісіз. Мұндай жағдай Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 113 бабында көзделген еңбек ақыны уақытылы төлеу міндетін тікелей бұзады. Медбикелердің айтуынша премия немесе ынталандыру төлемдері 5-6 жылдан бері мүлдем берілмеген. Ал облыстың басқа медициналық ұйымдарында мұндай төлемдер тұрақты түрде жүргізіліп отыр. Бұл теңсіздік пен әділетсіздік деп санаймыз. Медицина саласының қызметкерлері халық денсаулығы үшін тәулік бойы еңбек етіп жүр. Бірақ олардың еңбегі уақытында төленбесе, бұл тек адамдардың емес, жүйенің әлсіздігін көрсетеді. Осыған байланысты облыстық денсаулық сақтау басқармасына ресми депутаттық сауал жолданды. Сауалда барлық көрсетілген фактілер мен заң бұзушылықтар нақты баяндалды. Мақсат еңбек ақысын уақытылы төлеуді қамтамасыз ету, зейнетақы жарналарын қалпына келтіру және заң бұзған жауапты тұлғаларды анықтау. Медицина қызметкерінің еңбегі мемлекеттің қадірін көрсететін айна. Егер сол еңбекті әділ бағаламасақ, қоғамның ең негізгі тірегіне немқұрайлы қараған боламыз. Әділдік орнайды, еңбек адамының дауысы естіледі.